Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кредит, ипотека, автокредит рәсімдеу кезінде банк басты назарды неге аударатыны туралы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ипотека рәсімдеу кезінде жиі туатын сұрақтардың бірі менің немесе жолдасымның несие тарихы, яғни кредитная историясы нашар еді. Мен ипотекамен үй ала аламын ба? Так, давайте осы сұрақтың жауабын қарастырайық. Иә, ала аласыз. Себебі ипотеканы кім алайын деп жатыр, сол адамның атына рәсімделеді. Жолдасыңыздың қанша қарызы болса да бәрібір. Бірақ ерлі зайыптылардың біреуі ипотека рәсімдеген кезде міндетті түрде жолдасының келісімі қажет. Және осы орайда сіздің жолдасыңыздың банк счеттары арестте болып, сот процестері жүріп жатқан болса, онда сіз нотариуспен келісім, яғни договор жасай алмайсыз. Сіздерге анығырақ болу үшін, давайте тағы да бір мысал келтірейік. Дәулет пен Маржан үйленген, және Маржан төмен пайызбен ипотекаға үй алғысы келеді. Бірінші жағдайда Дәулет қара тізімде, яғни черный списокта. Историясы нашар, рейтингі төмен, бірақ қазіргі уақытта ешқандай қарызы жоқ болса, онда Маржан еш кедергісіз ипотека рәсімдей алады. Екінші жағдайда Дәулеттің штрафтары бар, банк счеттары арестте, сонымен қатар сот процестері жүріп жатыр. Онда Маржан нотариуспен келісім жасай алмайды. Және үшінші жағдайда Дәулеттің кредиттері көп, долговая нагрузкасы жоғары, банк счеттары арестте емес, және ешқандай қарыздары жоқ. Онда Маржан еш кедергісіз табысын растап, ипотека рәсімдей алады. Бүгін ипотеканы рәсімдеуде туатын кредитный историямыз бойынша жасаған разбор ұнады деп ойлаймын. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Әрбір қазағым үйлі болсын.